Қазір мен сіздерге түсіндіріп өтейін. Барлықтарыңыз назарларыңыз осында болсын, шымында қараңыздар барлықтарыңыз. Ана, не қайда бауырсақ бастай берсеңіздер шейсің. Қыдыржан, давай. Ортақ береке құтты болсын. Қазір тағы да амандасып отырған қонақтарымызды қарсы аламыз, әлі келетін қонақ. Қарсы алайық. Ал келіңіздер алыстан некей. Жезтаңдай әншілер, күміскүмей әншілеріміз осында біздің елімізге келе жатыр екен. Ағайындар, туыстар алыстағы. Ал ендеше көрсейік.
құтты болсын, аман мерекесі құтты болсын. Жастарыңыз құтты болсын. Бекбол бергеле. Ассалаумағалейкум. Дәстүріміз болса, салт дәстүрімізді айқындайтын осындай біздің ата дәстүрлеріміз. Ендеше біз әсте аттан құлаған халық болсақ та, салттан құламаған халықпыз. Салтымызды жаңғыртып, осы елімізге арнайылап келіп жатқан қадірменді қонақтарымызға мың алғыс айта отырып, көрісу күні құтты болсын, амал мерекесі құтты болсын демекпіз. Қош келдіңіздер. Біздің қазақ өнерінің, осы біздің өңіріміздің ұлт руханиятының бағланбасы босағада қалмасын деп осы мәдениетімізді өрге тартып жүрген арамызда Алматы облысының мәдениет архивтер және құжаттама басқармасының басшысы Ануар Мұхтарханұлы құрметті қонағымыз келіп отыр. Арнайы алғашқы мерекелік сөзді өзіңізден алсақ дейміз. Құрметпен сахна төріне шақырайық. Құрметті бүгінгі салтанатты мерекемізге жиналған қонақтар, қатысушылар, мына көрісу күнімен, амал мерекесімен құттықтаймын. Тарихқа үңілсек, мына қыс бітіп, көктемнің алғашқы күндері басталып, осы көрісу күні аталып өтетін, өткені ауыл бұрынғы кезде бір-бірлеріне алыс, соның көктемнің күндері басталып, қар еріп, ауылда ақсақалдары бар, тұрғындары бар, бір-бірлеріне көрісіп, амандасып, алдағы уақытта ертеңгі мысалы наурыз осы көрісу күннен кейін қайырымдылық күні, ертеңгі мал жай аман ба, қалай болды, қыстан қалай өттік деп өздері бір-бірімен сөйлесіп, ақылдасатын біздің осы былай айтсақ наурызнамамыздың 10 күндігіне басталуы алдағы уақытта біздің ата-бабалар әдет көріп, салт дәстүріміз әрқашан дұрыс бағытта 10 күндігінің бастауы осы амал мерекесі. Егер де әлдеқайда бір-бірімізге, сондықтан осы 10 күндіктің алдағы уақытта күнмен жаңа күн дейді, күнмен түн теңесіп, сол осы алдағы уақытымызда да алдағы келесі жылға деген үлкен бастамалардың бастауы деп білеміз. Бұндай көрісу амал күнінің жылдан жылға жете берейік, әрқашан өркеніміз өссін. Көп рахмет, құрметті Ануар Мұхтарханұлы. Біздің осы жердегі өткізсек деп отыр. Бір қошеметтеп қоюға рұқсат енді. Заманауи шапан киген екен. Ауылымыздың ақсақалы, қарт баба ақсақалымыз келіп отыр. Сізде арнайы сахна төріне алдырайық. Қазір тұсау кескеннен кейін баланың жолы ақ болсын деп, мереке құтты болсын деп өзі. Мерекесінің алғашқы күндігі басталып жатыр. Ендеше ал ендеше әмин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тұсауын кесілді, құлама, құлындай құлдырап жүгілші. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тұсауын кесілді, құлама, тізеңді жаралап жылама, құлындай құлдырап жүгілші, кәнеки өзімді сынады. Шыңдардан секірсең сүрінбе, шың құзға шыққанша бүгілме, от шығын ойнап жүзінде, тассың шаттықтан көңілің. Әумин. Бәрекелді мінекей, бүлдіршініміздің тұсауы кесілді. Енді біздің жолы бар, кәдесі бар демекші, арнайы тұсау кескен азаматқа арнайы шапан жауып, жоқ кәдесі. Ал ендеше
Ал ендеше шашудан алыңыздар. Мына алыстан келген ағайынның үлкендерін дастарханға дәмге шақырайық. Одан кейін мына жерде біз қазір жастардың өнерпаздардың, жас өнерпаздардың өнерін тамашалайтын боламыз. Мына жерде ұлттық ойындардан гирік тасын көтеру, арқан тартыс, тоғызмолақтан сайыстар өтеді. Дәл осы жерде біздің сый сияпаттарымыз бар. Құрметті қонақтар, арнайы филармониядан келген және осы қаламыздың қонақтары, баршаларыңызды осы жердегі іс-шараларға белсенді қатысуға шақырамыз. Күшті сый сияпаттарымыз бар. Бізбен үлкендерімізді дастарханға алмас бұрын арнайы біздің елімізге келіп жатқан қонақтарымыздан қонақ кәде алсақ, енді ай бәрекелді. Ал рахмет ендеше мына. Одан кейін барып үлкендерімізді асқа дәмге шақырамыз. Спорттық ойындарымыз жалғасын табады. Қайталап айтайық, сияпаттарымыз бар. Aslan
Ай, рахмет. Керемет неге керемет көңіл дауыс болса керек. Ал енді үлкендеріміз Енді бүгінгі шараның маңыздылығына кімге тоқталып өтсеңіз? Енді бүгінгі бәріңізге белгілі Наурыз мерекесінің Наурыздың 10 күндігі жалпы осы көрісу күні амал мерекесі дейді ғой, осыдан басталады. Жаңа айтылып өткендей бағана жалпы тарихқа үңілсек, жаңа көрісу күні кезінде қыс болады, жол жабылады, ауылды бір-бірімен қарым-қатынас қиындайды. Содан кейін осы көктемнің алғашқы күндері қар еріп, ауылдағы жор ашылып, бір-бірімен кездесіп, көрісіп, жаңағы енді қыстың күні әртүрлі жағдайлар болып қалады. Сондың бәрін бір-біріне бөлісіп, ертеңгісі мысалы 15 күні ол қайырымдылық күні, сол күні қай ауылға, қай отбасына көмектерін беру деген сияқты сондардың бәрін бірлесе атқарған күн. Енді ол біздің жаңағы бізде қазақта айтады ғой, аттан құласақ та салттан құламауымыз керек деп. Сол енді әдет ғұрып салт дәстүр біздің қазақтың өзінің ұлттық коды, ұлттық идеологиясы деп білеміз. Ол енді кішкентай кезінде ұмытылып кеткен болды, қазір қайтып жатыр. Жалпы бүткіл бүгін Қазақстанда әр облыста, өңірлерде, біздің Алматы облысының аудандарында, ауылдарында амал мерекесі көрісу күні кеңінен насихатталып, аталып өтіп жатыр. Сол бүгінгі көріністе жаңағы былай айтсақ театралдық көрінісімізде сол амал мерекесінің негізі қалай болу керек екенін көре алдық. Сол өте бір жоғары деңгейде көрсетті біздің өнерпаздарымыз. Үлкен рахмет, мереке құтты болсын. Шараға қандай қонақтар жиналды? Қай жақтан келді соны айтыңыз? Енді шараға біз жалпы мына Қонаев қаласының аудандық мәдениет үйі және облыстық Сүйінбай атындағы филармонияның әртістері бірлесе бүгінгі амал күнін облыс орталық Қонаев қаласында өткізді. Енді біз енді қазір көрініс ретінде көрсетіп отырық қой. Жалпы шоғырланған болған. Солар бір-бірімен келісіп, қалай өткіземдік күні, мысалы қыстың күні біреуінің бір әртүрлі жағдай болып болады. Мысалы біреуі жаңағы Baurum varsa. Құрметті Қонаев ауылының тұрғындары, мына болып жатқан тойымыз, той ғой енді. Бұл батыста тойланады негізі. Біздің мына шығыс жаққа, оңтүстік жаққа енді келіп жатыр. Енді келіп жатса да, мына жастарымызға үлгі-өнеге көрсету үшін осындай артымызда қалған ұрпағымызға осындай салт дәстүріміз бар екенін білдіртуіміз керек. Сондықтан бұл ауызбіршілікке шақырады, бір-бірімізді жақсы тануға. Ең несі жаңағы маңыздылығы бұл ұлтымызды ұлықтау, қандай біздің салт дәстүріміз бар екенін. Әйтеуір қазағымыз қазақи тәрбиеде ұрпағымыз тәрбиеленсе екен дейміз. Той құтты болсын, той ғой енді. Мерекеміз құтты болсын. Жылдан жылға осылай бір жасымызға толғанымызды жасап тойлап жүре берейік. Аман болыңыздар. Аты жөніңізді толық айтып берсеңіз. Өксікбаева Жақсылық Нысанбайқызы, Шеңгелді ауылы әжелер ансамблінің мүшесімін. А ну-ка, как она сказала фамилию?
үлкен өлке дейді. Bölek endi biz degan neresi var? Kol biresiniz. Ay böyle geldi.